Армысыздар, қайырлы таң. Көңіл күйлеріңіз қалай сіздердің? Менің көңіл күйім 29 желтоқсан, Сократтан оязық. Сократ туралы айта кетейін. Сократ біздің заманымызға дейін 470-399 жыл бұрын өмір сүрген. Батыс философиясының негізін қалаушы ежелгі грек философы. Өз шәкірті Платонмен бірге және Платонның шәкірті Аристотельмен бірге ежелгі грек үш данасы деп қастерленген. Артына кітап жазып қалдырмаған. Бірақ өзінің замандасы Аристофан «Бұлт» деген комедиясында Сократты күлкілі адам ретінде көрсеткен. Оның шәкірттері және соның ішінде Платон Сократтың идеялары мен ғұмырбаяны туралы жазған. Мені адамдар ұмытып кетуі мүмкін, бірақ менің шығармаларым арқылы ең ұлы дана Сократты ұмытпайды деп жазған.